сәлеметсіздер ме? Мен сіздерді өзімнің YouTube каналымда қайта көргеніме өте қуаныштымын. Сабақтың тақырыбы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары және азық-түлік дүкендері. Оқу мақсаты: қазақ тағамдарының ұлттық тағамдар мен бұйымдарының ерекшеліктерін білу. Сабақ сәлемдесуден басталып, сыныптың ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында жүректен жүрекке әдісін қолданып, жүрек ойыны жүргізілді. Онда балалар жүрексені ұстап, бір-біріне сыйлай отырып, жақсы тілектерін арнады. Сабақта ұлттық тағам суреттері, видеороликтер көрсетілді. Ұлттық тағам түрлері туралы оқушылардың пікірі, ұсыныстары тыңдалды. Сонымен қатар, сабақты қорытындылау мақсатында Санквейн әдісін қолдана отырып, тақырып бойынша 5 жолды өлең құрастырумен аяқталды. Сабақта балалар белсенді ат салысып қатысты. Назарларыңызға рахмет.